Тұрсынбек Қабатовтың аты тағы да дауға ілікті. Бұл жолы күлкі емес, көз жасына себеп болды. Бір қарапайым келіншек Тұрсынбек жайлы шыққан ақпараттан кейін күйеуіне деген сенімін жоғалтқанын айтты. Тұрсынбек Қабатов деген бір деп айтуға тұрақты да. Сол кісінің кесірінен күйеуіммен 2 аптадай дұрыс сөйлеспей жүрдім. Бүкіл Қазақстанның ер азаматын жеп көріп кеттім. Ол Тұрсынбек Қабатовтан жаман бір психологический удар алдым ғой. Неге дейсіздер ғой, Тұрсынбек Қабатовтың өзін, оның семьясын, оның шуткалары бәрі ұнайтындығы маған. Тұрсынбек Қабатов әйелін тастап, жас қызға кетіп қалыпты деген кезде, маған енді бір жаман, бүкіл өмірім теріс айналып түсті ғой. Айлада Тұрсынбек үшін мен күйеуім соққы жеді менен. Меруеттің Мөлдірдің подкасттарын тыңдадым да, сол кезде ол айтты да, мен Тұрсынбекке мама болып кетіппін. Көп внимание беріп, өзімнің ямды жоғалтып алып, Тұрсынбек деп, бүкіл өмірімді Тұрсынбекке арнадым деп айтқан подкасттарын тыңдадым да, күйеуіме жаңағыдай. Бірінші айтып бердім күйеуіме, сөйтіп Тұрсынбек сөйтіпті деп жылағым кеп кетті, кәдімгідей. Удар болды енді маған ше. Тұрсынбектен ондай күтпеймін. Мен жақсы көретін ол семьяны, үлгі ететін, Қазақстанның ер азаматтарына үлгі болатын. Екеуі бір жоқтан бастады ғой, с нуля бастап, Мөлдір поддержка беріп, 5 баланы туып беріп та. И соңында андай иттік істеп кеткеннен кейін Тұрсынбектің, может, оның да бір оправданиесі бар шығар, бірақ білмеймін. Ешқандай оправдание таба алмаймын. Сөйтіп күйеуіме тиісіп бірдеңе алып бер десе, өзің ал, мен саған мама емес. 2 апта бойы екеуі сөйлеспей жүрген. Ол тіпті бүкіл Қазақстанның ер азаматтарын жек көріп кеттім. Қабатовтан психологиялық соққы алдым деп ағынан жарылды. Бұл оқиға халықтың танымал тұлғаларға қалай сенетіні мен олардың әрбір іс-әрекетінің елге қалай әсер ететінін айқын көрсетті. Тұрсынбек Қабатов әзірге бұл жағдайға қатысты үн қатқан жоқ. Бірақ желіде әзілкештің жеке өмірі де жауапкершілікке толы деген пікірлер көбейіп барады. Көңіл бөлмегені күйеуімнің. Соның бәрі Тұрсынбектің кесірінен біз ажырасып кете жаздадық.